Баршаңызға сәлем. Бүгін біз жасалуы өте оңай тауық еті қосылған бәліш дайындайтын боламыз. Барлық қажетті ингредиенттерді төмендегі описанияға жазып кететін боламын. Ең алдымен бәлішіміздің қамырын дайындаймыз. Ол үшін ұнға тұз, қаймақ қосып, және қопсытқыш, содан соң жұмсақ сары май қосып қамыр илейміз. Бізде жұмсақ қамыр шығуы қажет. Қамырды пищевой пленкаға орап, тоңазытқышқа 30 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз демалғанша начинкасын дайындаймыз. Ол үшін орташа пиязды майда етіп тураймыз. Содан соң тауықтың төс етін де жұқа етіп тураймыз. Картопты орташа деңгейде жеке пісіріп алған дұрыс. Сонда сіздің пирогыңыз тез піседі. Барлық қажетті ингредиенттерді ұсақтап турап алған соң, татымына қарай қара бұрыш, тұз және де сұйық май қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Демалған қамырымызды тоңазытқыштан шығарып, видеодағыдай етіп екі бөлікке бөлеміз. Екі бөлікке бөлген кезде бір бөлігі екіншісіне қарағанда үлкендеу болуы қажет. Үлкен бөлігі бұл біздің бәлішіміздің астыңғы бөлігі болып табылады. Кішкене ұн себе отыра астыңғы бөлігін жайып аламыз. Қамырды орташа деңгейде жаямыз. Қатты қалың немесе қатты жұқа болып кетпеуі керек. Енді үстіңгі бөлігін жаямыз. Үстіңгі бөлігін жұқарақ етіп жайсаңыз болады. Содан соң кішкене алып қалған қамырымызды осылайша домалақтап гүл жасайтын боламыз. Бұны өз қалауыңызша сәндесеңіз де болады. Гүлдің қамырын қатты жұқа етіп жаюдың қажеті жоқ. Бір-екі рет жайсаңыз жетеді. Видеодағыдай етіп, қамырды төрт жағынан кесіп шығамыз.
Жайылған қамырымызды ыдысымызға жайғастырып, начинкамызды саламыз. Начинканы қамырымыздың барлық бөлігіне жұқарақ етіп, үстінен басып, салып шығамыз. Содан соң үстіне кішкентай қамырымызды жайғастырып, шетін түйеміз. Егер де түйуді білмесеңіз, жай ғана қамырды бір-біріне қаттырақ біріктірсеңіз болады. Бәлішіміздің бетіне сәндік мақсатта осылайша жасаған гүлдерімізді қойып шығамыз. Қамырымыздың ортасын осылай кесіп аламыз, артық булары шығып кету үшін. Және де бетіне сармайды қойсаңыз, дәмі өте керемет болады. Бәлішіміздің бетіне бір жұмыртқаны жарып, осылай жағып шығамыз. Духовкада 180 градуста 35 минутқа пісіруге жібереміз. Осылайша біздің тауық еті қосылған бәлішіміз дайын. Жасалуы өте оңай, дәмі керемет болып шығады. Осы рецептпен жасап, өз жақындарыңызды қуантыңыз. Рецепт ұнаса, осы видеоға лайк басып, пікір қалдырыңыз. Сіздерге ас болсын!